안녕, 여러분. Енді мен осылай амандасатын боламын сіздермен. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Бүгін біз келесі кезекті корей тілі сабағымызды бастаймыз. Әдеттегідей сабақты бастамас бұрын алдыңғы сабақтың тапсырмасын орындаймыз. Ал кеттік. Біз алдын жоқ деген сияқты, емес деген сияқты сөздерді өттік. Мына жерде мысалда қарайық. Мигук сарамие요. Американдықсың ба? 아니요, жоқ. 미국 사람이 아니에요. 영국 사람이에요. жоқ, американдық емеспін, британдық адаммын. Мына жерде енді бірінші сөйлем. 남자 친구예요. мына қыздан сұрап жатыр. Жігітің ба дейді. 아니요, 남자 친구 아니에요. 동생이에요. жоқ, мына қыз жауап беріп жатыр. жоқ, жігітім емес, 아니에요. 동생 деген інім дейді. 집에 개가 있어요, дейді. 아니요, 개가 없어요. 고양이가 있어요, мына. Мына жерде сұрақ қойған кезде үйіңде ит бар ма дейді. Яғни күшік ит бар ма? жоқ, 개가 없어요. итім жоқ. 고양이가 있어요. яғни мысығым бар деген сияқты. Үшінші сөйлем. 교실에 댄시가 있어요. класста дэн бар ма дейді. 아니요, 댄시가 없어요. жоқ, дэн ол жерде жоқ, класста жоқ дейді. төртінші сөйлем. 선생님의 전화번호를 알아요. мұғалімнің, кісі сұрап еді, мұғалімнің номер телефонын білесің ба дейді. 아니요, 저는 선생님의 전화번호를 몰라요. 유코 씨가 알아요. жоқ, мен мұғалімнің телефонын білмеймін. 몰라요. 유코 деген кісі біледі дейді. Содан 유코дан сұра деген сөз ғой. Ал енді бүгінгі біздің сабақ ол біздегі қазақ тілінде, мынау бірінші карис тілінде ан айо или жи анайо деген болса, қазақша айтқан кезде біздегі маме, бабе, папе, яғни жасама, істеме, отырма, жеме деген сияқты. Или жемеймін, істемеймін, қаламаймын деген сияқты. Енді мына жерде сөйлемдерді сразу қарастырайық. 저는 오징어를 안 먹어요. мен сегіз аяқты жемеймін дейді. жемеу, яғни жемеймін. Немесе 안 먹어요 деп те айтуға болады, немесе тура соны 저는 오징어를 먹지 않아요. яғни 안 먹어요 деп айтсаңыз да болады, 먹지 않아요 деп те айтсаңыздар болады. Мына қараңыздар. Сын есімге де, етістікке де нан жағамыз, және сын есім етістікке нан жағамыз. Яғни екеуінің мағынасы бірдей. екеуінің қайсысын қолдансаңыздар да разница жоқ. 그 구두는 안 예뻐요 дейді. мына жерде сын есім қолданып тұр. анау туфли сүйкімді әдемі емес дейді. или 그 구두는 예쁘지 않아요. яғни ол тура сол мағына, бірақ яғни емес, әдемі емес, жақсама деген сияқты негатив форманы білдіреді. енді 방이 안 넓어요. мына бөлме кең емес дейді. 방이 넓지 않아요 деп те айтсаңыздар болады. Мына жерде байқап тұрғандарыңыздай, етістікке қолданған кезде істемеймін, мысалы жемеймін деп өзгерсе, мынау мысалы сын есімге қатысты, яғни сын есімге жалғанған кезде, онда уже ол емес дегенді білдіріп кетеді екен. Қараңыздар ма? туфли әдемі емес, бөлме үлкен емес, кең емес деген сияқты. Бұл ан деген жалғау және де жи анайо деген етістікке және сын есімге жалғанып, сол негатив форманы, яғни негативный жауап берген кездегі соны білдіреді. Када деген бару болса, анкада деп өзгереді, яғни бұл етістіктің алдында мына ан деген жалғастырды, мұны кәдімгі форма анкайо. Сонда бұл бармайды деген. Кыда яғни ұзын, анкойо ұзын емес. Када, каджи анта. анкайо мен каджи анайоның мағынасы бір. анкойо мен кыджи анайоның мағынасы бір. Просто сіз қайсысын таңдайсыз, соны қолдансаңыздар болады. Мына жерде хада деген сөздерге, хадамен бітетін сөздерге кішкене айырмашылық бар. Қарасаңыздар, етістікке келген кезде зат есім, одан кейін жаңағы ан деген бар ғой. сөздің алдында жалған еді, мысалы мокта деген болса ан могойо деп ше. Бірақ именно сол етістікке келген кезде бірінші сол нәрсесін айтады да, міне бір зат есімді
содан кейін барып ан хада. Мысалы, ил хада деген жұмыс істеу болатын болса, ан ил хада емес, ил ан хада болып жазылу керек. Өйткені ил деген ол зат есім ғой, біз яғни нені істемейсің деген, жұмысты істемеймін деген кезде ил ан хада болады. Ан ил хада деп жазыңыздар. Ал сын есімге келген кезде ол ең басына шығып кетеді. Мысалы, чуахада болса, ан чуахада деп. Мысалы, чуа ан хада деп жаңағындай зат есімдегідей емес. Чуаха, яғни сын есімдерге келген кезде ол ан деген ең басына келеді. Міне мына жерде мысалдар бар. Широхада, мысалы, жек көру деген. Ол жерде ан, содан кейін барып широхада. Мына қараңыздар. Сонда ан чуахада немесе чуахаджи анайо. Ал джи анайо деген ол хадаға жалғанады. Сонда хаджи анайо, яғни чуахаджи анайо. Немесе ан широхада, немесе широхаджи анайо. Екеуінің мағынасы бір. Мына екеуі мағынасы бір. Мынау жақсы көру, мынау жек көру деген болса осылай. Енді мына жерде етістіктер келіп тұр. Мына ил хада болған кезде біз жаңағы мысалы сын есімде осы ан просто алдына шығып кетсе, мысалы ан чуахада деп, бірақ біз етістікте ан ил хада деп айтпаймыз. Ил ан хада деп айтамыз. Яғни ил ан хео. Или мынау джи анайо, как обычно, хадаға жалғанады. Сонда ил хаджи анайо. Ил анайо немесе ил хаджи анайо деп айтасыздар. Ал мынау сын есім чинжорада деген сын есім болғандықтан ол просто алдына жалғанады. Ан чинжорада, яғни чинжор ан хео деп айтып жүрмеңіздер, өтініші қате болады. Ан чинжорая, яғни сын есімнің алдына шығып кетеді. Чуахада тоже бұл да сын есім, сол кезде алдына шығады. Ан чуахео. Ал мына жерде джи анайо өте оңай, яғни просто хадаға жалғаймыз. Сонда чинжора джи анайо, чуахаджи анайо. Міне, енді мына жерде қарастырайық сөздерді. Тада, оны ан тайо, яғни етістіктің алдына шығады. Ан тайо. Или джи анайо соңына жалғанады. Сонда таджи анайо. Молда ан моройо, или молджи анайо. Мынау мен мынаның айырмашылығы жоқ. Қайсысын қолданғыңыз келеді, соны қолданасыз. Мысалы, ұзақ деген сөз бар. Молда деген ан моройо ұзақ емес, молджи анайо ұзақ емес. Екеуі де ұзақ емес деген сөз. Бірақ мынаусын қолданасыз ба, мына форманы қолданасыз ба, оны өзіңіз білесіз. Пульпионада, яғни ыңғайсыз. Ан бұл сын есім болғандықтан ан бұның алдына шығып кетеді. Сонда ан пульпионео. Или же пульпионаджи анайо. Кунгухада, мынау бірақ етістік. Сонда ан кунгухада емес, Кунгу анайо, яғни нені істемейсің, оқуды оқымаймын дейді. Кунгу анайо, кунгу хаджи анайо, яғни джи анайо ол сөздің соңына жалғанады. Ол қиын емес. Ал мынау анды кішкене шатастыруларыңыз мүмкін да. Өйткені ан ол етістік болып келген кезде мынау хаданың алдына шығады да, ал сын есім болып келген кезде жалпы сөздің алдына шығып кетеді. Топта дейді. Бұл жерде антоойо, топчи анайо, екеуі де ыстық деген сөз, жарко деген. Антоойо деп айтсаңыздар болады, ал немесе топчи анайо. Котта анкоройо, котчи анайо, екеуі бірдей. Ан және джи анта деген ол болымсыз сөйлемдерде және сұраулы сөйлемдерде қолданыла алады. Бірақ та жаңағы мысалы біреуге предложение жасайсыз ғой, ұсыныс сөйлемдерде онда да қолдана алмайды. Мысалы, жүрсеңізші, жүрсеңізші, тамақ ішейікші деген кезде оны сіз оны қолдана алмайсыз. Яғни бармаңызшы деп айта алмайсыз ғой, мысалы, тамақ жемеңізші деген сияқты. Ол енді ондай сөйлемдерде қолданбаймыз. Ан кашипшио, каджи анашипшио деп қолданбаймыз. Ол кезде каджи машипшио, плиз бармаңыз деген сияқты да. Яғни бізде қазақ тілінде бармаңыз деп айта аламыз да. Ал бірақ именно ан мен джи антаның формасын корей тілінде айта алмаймыз. Каджи машипшио деген ол кәдімгі запрет қойып тұр, бармаңыз деген сияқты. Ан могыпшида или мокчи анапшида, яғни жемейік деген сияқты айтпаймыз дейді. Корей тілінде ол дұрыс емес дейді. Ал мокчи мапшида, яғни жемейіңіз деген. Сонда сіз егерде жаңағы ұсыныс сөйлемдерде айтатын кезде, яғни біреуге запрет қойған кезде немесе бұйрықты сөйлемдерде бұл нәрселерді мыналар дұрыс емес болады, сол үшін мынандай форманы қолданасыздар. Енді сөйлемдерді қарастырайық. Пульгоги를 좋아해요. пульгоги деген тамақ. Тамақты жақсы көресің бе? Пульгоги деген дейді. Анио, 저는 고기를 안 먹어요. Жоқ, мен етті жемеймін дейді. Яғни бұл жерде пульгоги деген сол еттен жасалған тамақ. Етті жемеймін, яғни 안 먹어요. 토요일에 회사에 가요. 수보다 күні компания жұмысқа барасың ба дейді.
Анио, тойо иренин кажи анайо. Жоқ, мен суббота күні жұмысқа бармаймын дейді. Чиби моройо, үйің ұзақ па? Анио, ан моройо, какаойо. Жоқ, ұзақ емес, жақын дейді. Міне мынау бүгінгі сабақтың тапсырмасы. Осы тапсырманы орындап, келесі сабақты тыңдауға кеңес беремін. Менің сабақтарым ұнаса, сіздерден өтініш лайк, пікір, комментарий қалдырсаңыздар, ол маған ынта береді. Тағы да менің басқа адамдарға пайдам тиіп жатыр екен ғой деп ойлап, мен одан сайын ынталанып, басқа сабақтарға түсіруге кішкене желанием ашылатын болады. Сондықтан пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер, көп рахмет. Сау болыңыздар.